Сәлем, асихан жайымдары. Бүгін біз сіздерменен түрік пахлавасын өте дәмді ерекше етіп дайындауға болатын жолын көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызға үй температурасында тұрған майымызды, сосын бір стакан қаймағымызды және разлих етіп, сонымен қатар 3 жұмыртқаның сарысын қосып қамыр илеп аламыз. Жақсылап тұрып, жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырдың иінін жақсылап илеп қандырып аламыз. Қолға жабыспайтын әрі жұмсақ қамыр болып шығу керек. Бұл қамырымызды алып үшке бөлеміз. Екеуін бірдей қыламыз, үлкендеу қыламыз, ал үшіншісін кішірек қылып илеп дуалап қылып аламыз. Осылай үш бөлікке бөлеміз. Миксерлеуіміз керек. Осылай аппақ көпіршік болып үлкейіп жатыр біздің жұмыртқамыздың ағы. Біз осыған қазір шекерді саламыз. Шекер салып болған соң да жақсылап тоғып миксерлеуіміз керек. Сосын біздің дайындап қойған жаңғағымызды өздеріңіздің қалауларыңызша немен ессеңіздер де езіп үгітіп майдалап аламыз. Және оны жұмыртқаның ағына жеңіл түрде араластырамыз. Жақсылап жеңіл түрде араластырып аламыз. Сөйтіп оны жаңағы листке салған бірінші
қамырымыз бар ғой, соның арасына жағамыз. Біріншісіне жағып, сосын екінші қамырымызды жағып, екінші қамырымызды саламыз да оның да арасына жағамыз. Сөйтіп, үшінші қамырымызды да осылай жағып, мен бұның арасына осы жұмыртқаменен жаңғақты араластырып жақтым. Және мен өзімнің балдарым жақсы көретін болған соң арасына мейіз қостым. Сіздер де өз қалауларыңызша қосуларыңызға болады. Осылай әдемелеп тұрып жағып аласыздар. Және үстіне мен үшінші қамырды салып жатырмыз. Осылай шет-шетін біріктіріп әдемелеп шығамыз. Бірдей болып, әдемі болып осылай істеп шығамыз. Сосын міндетті түрде үстін кесіп аламыз. Бірінші көріп тұрғандарыңыздай мен бастырып алып жатырмын. Сосын қайтадан әдемелеп кесіп шығасыздар. Сосын бір жұмыртқаның тек сарысын ғана үстіне кішкене сүт тамызып жіберіп, жұмыртқаны пақлаваның бетіне жағып шығамыз. Әдемелеп біркелкі етіп жағып шығамыз. Осылай бір тегіс етіп жақсылап жағып шығамыз. Енді жаңғақтарымызды әдемелеп осы кесіп төртбұрышты қылып кесіп шыққан әр бөліктің үстіне бүтін жаңғақтарымызды қойып шығамыз. Жарты бүтін болып шағылған жаңғақтарымызды әдемелеп әсемдік үшін қойып шығамыз.